Адамдар арасындағы ең қиын, ең қымбат нәрсе бір-бірін түсіну. Еркекте бір нәпсі, 9 ақыл бар. Әйелде бір ақыл, 9 нәпсі бар. Еркек 9 ақылмен бір нәпсісін жеңе алмайды екен. Әйел бір ақылмен 9 нәпсісін жеңе алады екен. Нәпақа табам деп өмір сүруді ұмытып кетпе. Ашу боран секілді. Біраз уақыттан кейін басылады. Бірақ оған дейін көп бұтақты сындырып үлгереді. Дүниедегі ең асыл тіл араб тілі. Одан кейін түрік тілі. Түрік тілінің ішіндегі гауһары қазақ тілі. Адамның ақылы сөзінде тұрады, нұры көзінде тұрады. Адамның аузына келген сөз ақылмен келу керек. Сөйлеу үшін ойлау керек, жұту үшін шайнау керек. Ойланбай сөйлеген сөз адамды опыққа апарады. Жақсылар өтіп кетті бұрын бізден. Біз адастық жақсылар салған ізден. Ешкімге өкпе қылу дұрыс емес, не берсе берді Құдай пейілімізден. Адамдар не ойлайды деген сұрақ ең соңында тұру керек. Шын мәнінде бәріне бәрібір. Өмір сенікі ғой. Көп ақша жинап, асқан бай болу үшін көп ақыл керек емес. Ар ұятты аттап өтетін арсыз болсаң болды. Бұйырған бақ кетпейді, кімдер қайғы шекпейді. Жетпейтін қу дүние ешкімге де жетпейді. Иманыңа берік бол, Алла бәрін реттейді. Қалған майда шүйделер ештеңеде етпейді. Түтіп жеп тұс-тұсыңнан талауға зір. Арам да, алаяқ та араңда жүр. Алланың өзі қолдап қорғамаса, адамды аямайды адам қазір. Біз жаман адамдардың істеген істерін жеңу үшін жақсы адамдардың психологқа мұқтаж болған таңғаларлық әлемде өмір сүріп жатырмыз. Адамды бұзатын не? Тағы сол атақ, ақша, арақ. Осы үшеуі. Төртіншісі әйел демеймін. Алғашқы үшеуінің буына бөртіп, әйелдерді біз еркектер бұзамыз. Қартайғанда адам соқа басы сорайып жалғыз қалады. Өйткені қыз күйеуге кетеді, ұлды келін әкетеді. Сонда сенен атақ, ақша, абырой, бала бәрі безгенде, қыңқ етпестен қалқайып, қасыңда қалатын бүкіш кемпірің ғана болады. Адам боп сүрген аз дәуреніңді 50 жаспа 100 бе бәрібір оны аяқтап, мәңгі келмеске бірге аттанар сенімді серігің де сол. Сол жалғыз серігіңе өмірде адал болмағаның өзіңе ауыр. Одан айырылып, жалғыз қалғаның одан да қиын. Мұны еркектер ойлауы керек. Бір сүйген адамыңды мәңгі сүйіп өтуге болады. Бұл махаббаттың күшіне ғана емес, адамның мінез құлқының тұрақтылығымен байланысты. Әуелі адам болсаң өзіңді біл, кісіге сөйлейтұғын сөзіңді біл. Әр жаста әрбір түрлі міндетің бар, қай жаста не істейтін кезіңді біл. Біреулерге Құдай бәрін береді, байлық та бар, алтын, гауһар, інжу, маржан бәрі бар. 4 құбыласы сай, бірақ иман жоқ. Ең сорлы адам сол. Бір кем дүние. Біреулер сендей жоқ дейді, біреулер сендей көп дейді. Пайдаң болмай қалса егер, сені керек етпейді. Мұнай сатып байи алмадық, уран сатып байи алмадық. Алтынды да саттық, көмірді де саттық. Ананы да саттық, мынаны да саттық. Енді жерді сатып, бір жерімізді жамаймыз деу барып тұрған арсыздық. Қазіргі жастардың хоббиі шағымдану және мағынасыз бос әңгімелер. Сәтсіз қарым-қатынастар, сабақтағы проблема, бастығым жаман, мұның бәрі далбаса. Егер сенен ештеңе шықпай жатса, онда жаман тек сен ғана. Адамға үлкен дұшпан жұтқан тамақ, үлкен жау ұйықтамасаң болар қабақ. Тығынын бір тесіктің толтырам деп, күнәні үсті-үстіне жүрміз жамап. Өмірді дана секілді сүргін келсе, 2 басты қағиданы жаттап ал. Әр нәрсені жегенше, аш қалған дұрыс. Әр кіммен өмір сүргенше, жалғыз болған дұрыс. Тегі жаманды тең тұтпа, тілегі жаманды ес тұтпа. Тегі жаманды ес тұтсаң төріңе шығар, тілегі жаманды ес тұтсаң төбеңе шығар. Хакім Абайдан
бұл өмірде кімнен, неден жеңілдіңіз деп сұрапты. Сонда ұлы Абай, сөз ұқпайтын ақмақтан күнде жеңілемін деген екен. Біз қайда барамыз? Адамдықтан алшақтап, ақшасы барды ардақтап, қалатындай мәңгіге артына кіріп жансақтап. Егер өзен суы тасыса, құмырсқалар балықтарға жем болады, ал тартылып кетсе, балықтар құмырсқаларға жем болады. Өмір алма кезек. Өгізді өрге салма, қанатың талар, наданға көзіңді салма, сағың сынар. Досыңа өтірік айтпа, сенімің кетер, дұшпанға сырыңды айтпа, түбіңе жетер. Діні барда ұлты жоқ, сақалы барда мұрты жоқ. Теке сақал қырма мұрт, елдің түбіне сол жетер. Әлемде жүздеген ұлттар, діндер, тілдер, нәсілдер мен мазхабтар болуы мүмкін. Бірақ адамдардың екі ғана түрі бар. Ар-ұжданы барлар, ар-ұжданы жоқтар. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдыр да адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны өзі тапқан емес. Оған егер бір іліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Адам кез келген жұмысқа жарамды бола бермейді. Жұмысты неғұрлым жетік және жақсы атқарса, білгір және шебер болып шығады. Қандай әрекет, қандай іс істесек те, соның рахатын көру біздің мақсатымыз. Сен қанша ақ көңіл болған сайын, айналаң соншалықты арам, екі жүзді бола бермек деген екен. Мына заман қай заман? Қаскүнемге жай заман. Араздық пен өсекке өлшеуі жоқ бай заман.